Алматыда қарилардың біліктілігін арттыруға бағытталған 21 ғасыр имамы атты курс басталды. Онда қала бойынша іріктеліп алынған 35 білімгер әлеуметтік желі арқылы діни сауат ашуды және деструктивті ағымдардан сақ болуды үйренді. Дәрісте жас имамдар көкейкесті сұрақтарын қойып, өздеріне қажетті мәліметті бойға сіңірді. Қалалық дін істері басқармасының басшысы Нұрлан Қиқымовтың сөзінше, бұл іс-шара 3 күнге жалғаспақ. Қазір біздің жастардың көбісі өзінің білімдерін ғаламтордан алуға тырысады. Біздің мешіттерімізге, имамдарымызға көбісі енді жолықпайды. Білімдерін сол ғаламтордан алудың себебінен бұл салада енді жұмысты ұлғайтуға тырысып жатырмыз. Болашақ имамдарды даярлайтын мұндай шаралардың мақсаты қоғамда теріс ағымдардан қорғау. Осылай деген қаланың бас имамы Төлеби Оспан көпшілікті деструктивті діни ағымдардан және олардың теріс ақпарынан сақ болуға шақырды. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ақпарат көздеріне жүгінген жөн деді. Қазіргі таңда осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты әлеуметтік желілер болсын, каналдар, сайттарда толыққанды мәліметтерді қазақ, орыс тілінде табуға мүмкіншілік бар. Қай тақырыпты болмасын, діни тақырыптың барлығында, Құдайға шүкір, сұрақтарға жауап беретін мүмкіншіліктер бар. Сонымен қатар Алматы, Нұр-Сұлтан қаласына, тіпті муфтияттың өзінде арнайы колл-центрлер 24 сағат жұмыс жасап отыр. Бұл да халықтың өз дер кезінде діни сұрағына жауап алуына мүмкіншілік береді.